Ташкентке барған адамдардың барлығы плов центрге кіріп, плов жемей кетпейтін шығар. Мен де қалмайын деп барып көрдім. Өзбекстанға келіп қалай плов жемей кетеміз да. В общем, осы жерден қазір бұйырса плов жейміз. Осы жерде 5 қазанмен нән етіп от души плов пісіреді. Соны қазір жеймін. Бес қазан деген жерден плов жедік, өте мықты болды. Бес қазанның ішінде кісі көп екен, плов тек түскі уақытта дайындалады. Басқа уақытта кеште, таңертең барып плов сұрап жүрмеңіздер. Өздеріңіз қараңыздаршы, пловты қалай пісіріп жатыр. Біз тамақ ішіп болып кетіп бара жатсақ та пловты әлі пісіріп жатыр ғой.